Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің бүгінгі қорғайтын жобамның тақырыбы мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық және зияткерлік дағдыларын дамытуда ұлттық педагогика элементтерін қолданудың ерекшелігі. Жобамның негізгі мақсаты инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып, балалардың интеллектуалдық қабілеттерін, логикалық ойлауын дамыту және балалардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, күн сайын ойын түрінде және сенсорика, ерте жас кіші топ, математика негіздері, ортаңғы ересек топ, мектепалды ұйымдастырылған іс-әрекеті арқылы іске асыру. Міндеттері: әр баланың қызығушылықтарын, ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, жалпы адами және ұлттық құндылықтар негізінде олардың толыққанды дамыту мен әлеуетін ашу жүзеге асырылады. Мектепке дейінгі білім беру зияткерлік дағдылар дамытуда және мектеп жасына дейінгі балалардың ойын іс-әрекетінің алғышарттарын қалыптастыруға бағытталғандығы көрсетілген. Танымдық және зияткерлік дағдыларды дамыту, сенсорлық эталондар туралы түсініктерді, қарапайым математикалық ұғымдарды құрастыру, іс-әрекеті тәсілдері меңгерту. Жобамның өзектілігі: өз тәжірибемде мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық және зияткерлік қабілеттерін дамыту мақсатында қолданылатын инновациялық әдістер мен технологияларға ұлттық педагогика элементтерін қолдану және кіріктіруді жөн көрдім. Балалардың танымдық және зияткерлік дағдыларын дамытуда ұлттық педагогика элементтері мен әдіс-тәсілдерін тәжірибемде жүйелі қолдануымды Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің 2024 жылғы 30 шілдеде бекітілген 194 бұйрығының мақсатында ұлттық мәдени құндылықтарды бойына сіңірген үйлесімді тұлға қалыптастыруға қосар үлесіміз деп санаймыз. Бұл жоба педагогтар мен ата-аналар үшін балабақшадағы білім беру мен тәрбиелеу үдерісін тиімді ұйымдастырудың қажетті құралы ретінде маңызды. Мысалы, дәлдемек ойынын айтатын болсам, ойынның мақсаты мәжеге көздеу, мергендік пен ептілікке тәрбиелеу, түс пен пішінді ажырату. Ойынның шарты: бала арнайы жабысқақ дөңгелекті мәжеге көздеп лақтырады. Дөңгелек қандай пішінге жабысса, сол пішінде бала таныстырады. Қандай пішін, түсі қандай, қоршаған ортамызда осы пішінде қандай заттар ұқсайды деген сұрақтарға жауап береді. Қиғаш жолдар қайда апарады деген ойында балаларды ептілікке тәрбиелеу, ұлттық құндылықтарды таныту, пішін мен санды таныстыру. Бірнеше бала қатарға тұрады, алдында қиғаш жолдармен жүріп, белгілі бір затқа жетеді. Мысалы, қиғаш жол бір баланы домбыраға жеткізеді. Бала оның не екенін, неге арналғанын айтады. Домбыра суретінің артында бір пішін және пішіннің үстінде сан бейнеленеді. Бала қандай пішін екенін айтады, санды айтады, сол санға қатысты санамақ айтып береді. Қазан асық ойыны: бұл ойынның мақсаты қазақтың ұлттық ойындарын ерекшеліктерін көрсетіп ойнату, ептілік пен шыдамдылыққа, мергендікке, жылдамдыққа үйрету, баланың танымдық қызығушылықтарын жетілдіру, түстерді ажыратуға үйрету. Ойынның шарты: ортада көк мәжеге түрлі түсті асықтар салынады. Әр бала өзінің алдында қазандығы болады. Өзі таңдаған түсті асықтарды қазандығына жинайды. Қай бала бірінші болып жинаса, сол бала жеңімпаз болып саналады. Ағайынды екі асық ойынын айта кететін болсам, ойынның негізгі тақтайшасы мен екі бірдей және екі түрлі түсті асық суреттері бейнеленген карточкадан тұрады. Бала тақтайшаның оң жағындағы және сол жағындағы түстерді сәйкес екі ағайынды асықтан тұратын карточканы тауып, түстер қиылысқан жерге орналастырады. Қорытындылай келе, бала үшін ойын ол өмірлік азығы деп айтуға болады. Ойын күрделі, әр бала өміріндегі маңызды іс-әрекеттердің түрі екені бәрімізге мәлім. Ойын арқылы баланы оқуға, танымдық және шығармашылық іс-әрекетке, басқа да шығармашылық қабілеттерін ашуға болады. Ересек жастағы балалардың зияткерлік дамуы
кыял, эсте сактоо, ойлоо, кабылдоо, зыйын үдерүштерин дамытуу деңгээлинде айкындалады. Бизде күтүлөтүн натыйжеде жоба барысында мындай натыйжелерге жетүү жоспарланууда: логикалык ойлоо кабилеттеринин дамуу, сайкестендирүү, математикалык угумдар, сенсорлук координация мен усак моториканы жетилөө, графикалык символдор, штрихтоо, коршогон орто менен карым-катнаш эрежелерин сактоо, улуттук кундулуктарга, коршогон ортага, өзүнө сыйластык сезимдерин құрметпен кароого балаларды үйрөтүү. Назарларыңызга рахмет.